Негізі сол демалыс күндері бірге боламын деп солай ойлағам негізі. Бірақ енді сол бір жұмыс болсын, кездесу болсын, соның арасында бір кездесуге уақыт табылмағаны таңғаларлық. Я уақыт келмеді. Вообще мен кеш наяқтан шығамын, одан кейін жұмыстарым ар жақта бармай жүрдім ғой мен жұмысқа. Ол жақта жұмыста түнге дейін отырып қалдым, 1-ге дейін, 2-ге дейін отырып қалғам. Бұл кісі өзі ұйықтап қалады дегендей. Азанда может жолығамыз еді. Дариғаның өзін тыңдайық. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Иә, бізде кездесу болған жоқ. Ғалымжанның арқасында деймін ба? Ғалымжанның кесірінен кездесу болған жоқ деп жатсыз ба? Жоқ, Ғалымжанның енді қолы тимей кетті қатты. Ал сіздерде хабарласып, жағдайыңызды сұрап, бір уақыт сәйкес келмеді деп айтып жататын еді, ең болмағанда. Шақырып негізі болды ма? Бір рет болса да. Баласаған, айта кетсем ол ма енді осы? Ау, иә, жалпы үміткер бола тұра өзгеге бүйтіп көңіл бөлуге уақыт табылады, өзгеге киноға шақыруға уақыт табады, тәтті әпер көңіл табуға уақыт табылады да, бірақ үміткеріне уақыт таба алмайтын ол. Қалай ол негізі? Уақыт дегенде біз осы жерде жүріп қой, Жанболат. Енді киноны сыртта көресіңдер ме, осы жерде көре алмайсыңдар ғой? Киноны мен қай кезде шақырдым? Қай кезде шақырдың? Үміткер бола тұра шақыр. Жоқ, ол кезде үміткер жоқ еді менде. Тәттілер ше? Тәттілер бәрің жеп жүрсіңдер ғой? Жоқ, енді маған келген тәттілер не только сендерге мен әпкелерге де беріп жүрмін, мысалға. Жалғыз ғана бір адамға емес қой ол жерде. Сен солайынан көңілді басқа жаққа бұрсаң, қаяқтан уақыт табасың? Қашан шақырдың киноға? Сен жоқ кезде шақырғам. Қашан? Сен қашан келдің? Мысалға, оның алдында бұл кісі Ханзада кезінде келген. Сол кезде шақырдың ба? Оның темасы не үшін қазір шығып тұр сонда? Ау? Онда ол бұрын шақырдың ғой сен киноға. Онда не үшін қазір шығып тұр ол тема? Шақырды деген сөз. Ал жауап беріңіз. Мен просто кішкене ауырып қалдым да. 3-4 күн эфир көре алмадым. Сол үшін мен түсінбей тұрмын не болып жатқаны. Иә, Ғалымжан, түсіндіріп айтып берсеңізші. Енді ол шапта алдын болған нәрсе ғой. Мен айттым ғой сол кезде, кімде кім болсын, менің өзім жерлесім болғаннан кейін, сыйластықпен бізде общий танысымыз бар, алыс емес дегенде ғой. Менің інілеріме жақсы араласады дегенде, сол кезде бір қолдау ретінде жаңағы осы жерге келген кезде қолдау көрсетім келген болатын. Енді жаңадан келген екен. Ол кезде Дариға жоқ дейсіз бе? Ол кезде жоқ тұғын, иә. Бірақ тәттілерді мен беріп жүрдім ғой. Оны растаймын мен бірақ. Жоқ, осыны Баласағаным. Баласағаным, неге өтірік айтып жатқанын түсінбедім Ғалымжан, бірақ ол кезде үміткері бар еді. Үміткері бар еді дейді. Дариға ма еді? Иә. Бір апта бұрын. Білмеймін. Әйтеуір үміткері бар еді бірақ. Жоқ, Баласа ханым, қайырлы күн. Бәріміздің есімізде шығар, иә, бұл кісіге үміткер келген күні Назым қатысушы болып келген болатын. Ана жақтан келіп, мына жерге Назымға бір әңгіме айтып, Ғалымжан сөйтіп кеткен еді ғой, барлықтарыңыз есімізде болса. Бір өтірік айтып тұрған сияқты, үміткерім жоқ кезде Назымды шақырдым деген секілді. Я сырласудан келіп, мына жерге келіп, Назымға бір андай өзінің бір жылы лебіздерін білдіріп кеткен болатын. Өте дұрыс айтасыз, енді есіме түсті, тіпті, иә, осы қор қызындай деген сөздер айтылған жоқ па осы жерде, иә? Ай, Ғалымжан, сіз бізді адастырайын дедіңіз ғой. Енді көрдік қой енді. Енді бір қолдау көрсетейін деген мақсатта болды. Негізі артық ой. Мәселе ода емес, мәселе бұл кісілердің келген күні бір күн болып тұр ғой. Жоқ, ол кезде басқа қыз келген еді маған. Басқа қыз беді? Басқа, иә, басқа шашы қысқа қыз келіп еді ғой. Сол күні. Мен сырласуға кіріп кеткен кезде... Ай, сізге сенбейтін сияқтымын. Басқа үміткер болса, үміткер шығар, бірақ та барлығымыз байқаған шығармыз, негізі Ғалымжан ана жақтан келіп, Назым бірден көзіне түсіп, тіпті ар жақта жарнамаға шыққан кезде де Назым туралы сұрап, бірден көзі жайнап кеткен, мен, не кажется, барлығы көрді оны. И даже бұл үміткер келмей тұрып, бұл кісінің ойым Назымға кетіп қалған сияқты болып көрінеді. Иә, Баласа ханым, енді кеше Шерхан айтты ғой, анау орындықтан ортаға қойсақ деген сияқты. Иә. Бұл жерде енді шынымен де орындықты қою керек сияқты. Өйткені менің ойымша Ғалымжан аяқта Назымның киімін аңдып көрдіңіздер ме? Уже үшеуінің киімдері бірдей болып тұр да. Не деген интуиция деймін да, наушы. Одан кейін аяқта байқап жүріп қой, негізі Ғалымжан ол сияқты перизатпен басында видео түсірді, басқа да қыздармен видео түсіріп, жақында араласып сөйтіп жүрді. Ал негізі шынымен ғашық адам, шынымен махаббаты ашылған адам қызға дұрыс жақындай алмайды негізі. Біз Ғалымжаннан не байқап жүрміз? Назымға қарай, тіке қарай алмайды ғой.
назымға қарай тіке қарай алмайды, өзіміз енді ғашық болған адамбыз ғой, сол қатарынан сол тараптан айтып жатырмын да. Уже Ғалымжан егер де үміткеріне шынымен де бір кездескісі келсе, любой адам уақытын табады негізі. Ал ойында басқа адам, жүрегінде басқа адам, ол қалай басқа адаммен кездесе алады деген ой ғой. Балса ханым, Абылай хан, Нұрдәулетке жауап берсем. жауап бересіз бе, жауап беріңіз. Сосын Абылай. Нұрдәулет айтып жатыр ғой, ғашық адам тіке қараймайды деп. Наоборот, ғашық адам болса, күніге қасында болғысы келеді, сөйлескісі келеді ғой. А мен басында Назым келгеннен кейін артық әңгіме болмасын деп, қызға қарай артық сөз сөйлемей ақ қойсыншы деген мақсатта мен одан кейін басында енді 3-4 күн сол кезде жақсы былай сөйлесіп осы жерде жүрдік қой. Одан кейін ары қарай енді қатысушылармен араласып кетті деген әңгіме ғой. Одан кейін мен жақындаған жоқпын, сөйлескен жоқпын. Жоқ, мен түсінбей Бұл былай ғой, Нұрдәулет, қазір Абылай бір минут. Мен түсінбей тұрғаным, сонда біздің қасымызда Перизат өтірікші болып тұр ма? жоқ, былай ғой, Нұрдәулет. Кешегі айтылған сөз сонда. Қазір мына жақта маңызды нәрсе отыр Абылай. Кеше мысалы Перизат айтты ғой, ұнатамын деп айтты деген сияқты ше. Сол нәрсе сонда жабылып кетіп тұр ма? Кешеде талқыланбады да сол нәрсе. Ал, Перизат. Перизаттың өзі дұрыс естімеген болып тұр ғой ол жерде. балса ханым, мен дұрыс естідім. Ладно, пока өтірікші бола берейін, бірақ будущее мы все увидим. Перизат, бұл жерде Перизат өтірікші емес негізінде. Бұл жерде қалай айтты, солай болып жатыр ғой негізі. Бұл жерде Ғалымжанда мәселе. Ғалымжан білесіздер ғой, иллюзионист, фокусник деген сияқты. Бәрімізді былай жынды қылып жібереді мына жерде, әңгімемен бұрмалап деген сияқты. Мен өзім шатасып отырмын мына жерде. Қай кезде негізінде шынымен де үміткер бар кезде бұл әңгіме қозғалған еді. Шынымен де қазір мына жерде өзіміздің арамызда обсуждать етіп жатырмыз ғой Ғалымжанның істегенін. Олай керек емес деп ойлаймын. Бұл келген үміткерде әдемі, бой десе бойы бар, түр десе түрі бар қыз ғой негізінде. Неге көңіл бөлмеске деймін де Ғалымжаннан тікелей сұрақ. Немесе сен ашығын айт, Назымға сезімің болса, мына жерде Назым жоқ дейді, сен де жоқ дейсіңдер. Сендердің сценарияларыңды білеміз ғой. Ертең ақыр соңына келген кезде қосылып қайттан соған нақты жауап берсең, сезім бар ма? Үміткерің де әдемі ғой, неге көңіл бөлмеске? Менің сезімім ешкімге жоқ. Бұл жерде Дариғамен таныстық болып жатыр бізде. Телефонмен де сөйлесіп тұрамыз. Бұл кісінің тарапынан да негізі уақыт болмай қалады. Мен тарапынан да екеуміздің уақытымыз келмей қалған күндер бар. Не үшін? Өткен алдында болған ситуация бар. Маған ол давка болатын болып жігіт болған екен. Андай болып жатқан кезде ол істемеген нәрсені істеп деп жатқан екен. Мен өзім ойланамын, мысалы үйдегілер уайымдады одан кейін. Вроде ғана кеше ғана мама келіп кетті, бәрі дұрыс болған еді, сенде мен кетіп қалғаным қайттан басталып отыр ғой балам деді. Не болып жатыр өзі, ол кісі уайымдады деген сияқты ғой. Шапсаған екен, тағы жаңа кеше ақпарат шықты ғой бізде. Ғалымжан дұрыс айтады да, давка болып жатыр дейді да, бір минут, иә. Кешегінде, например, давка болып жатыр. Бұл дәл қазір Назымнан отказ аламын деп уайымдап отыр. Потому что кеше мына жерде отқан уақытында Перизаттың тарапынан сен айттың ғой сондай әңгімен деген кезде Ғалымжан тұрып, бүгін керек емес еді, оны айтып деген сөз Ғалымжанның тарапынан болды. Жоқ, негізі айтайыншы, отказ алам деп. Айта салайыншы, бұл отказ алам деп қорқып отқан жоқ. Маған сөз бермеңіз, Нұржан, ренжімеші. Негізі мына жерде Абылай айтып отыр ғой, үміткерге көңіл бөлу керек деген сияқты. Енді сен өзің бірінші үміткеріңді қарқып алса, кеше ғана недовольны отыр еді ғой. Одан кейін мына жерде үштік туралы әңгіме айтып жатқан адамдарға таң қалып жатыр. Нұрдәулет пен Айдана бұл үштіктің көшін бастап тұрған адамдар ғой. Одан кейін Ғалымжан мына жерде адам сияқты айтып жатыр, мамам келді деп. Сосын Абылай жаңа сен үміткерге көңіл бөл дейсің да, қалай бөледі? Ол жерде сенің проблемаңды шешіп, настроениесі болмағандықтан, настроениесі жоқ адам, өзінің состояниесі жаман болып тұрған адам үміткерге қалай көңіл бөледі? Сондықтан да мына жерден дұрыстап бірінші түсініп алыңыздар деп айтқым келеді. Сосын Назымға келетін болсақ, Назымның өзі повод беріп жүр, өзі қайта-қайта тикток түсіріп жүр, күлімсіреп қарап жүр, көз қарасын көріп жүр қой енді бізде. Егер қызға ұнамайтын болса, қыздың өзі сразу отказын беретін еді. Сондықтан да Ғалымжан жерде видный жігіт болған кейін өзі де үміттеніп жүр деп. Дұрыс, Жанболат болса ол клубника не үшін келді? Мен қолдап жүргенім үшін келді. Мен алдында да осы жерде шындықты айтатын адам. Сен неудачник деп айтқаннан сен қалай қолдады олар? Тыңдай біл. Ғалымжан осы жерде шынымен де жұмысы жоқ кезде мен айтқан болатынмын, жұмыс жаса деп. Жұмыс жасап, қазір жақсы жігіт болып жүр. Спокойно барлықтарыңа қарағанда осы жерде сабырлы, нағыз ер азаматты, байсалды жігіт болғандықтан барды бар, жоқ. Құрметті Ғалымжанның қолдаушылары, қана фруктовый корзина жіберетіндей қолдау болды мынау. Фруктовый корзина жіберіңіздер мына қолдауға. Негізі айтады екен деп қолдай беруінде қажет. Мына жерде енді Ғалымжан сияқты болмасаңдар, хорошо, мына жерде соны айтыңдар. Хорошо, енді я дедік қой енді, ой бұл кісіде айтып алыр ғой, кім еді? Жанболат айтып адыр ғой, жоқ деп отказап қалады ғой, қорқатын сияқты деп ше. Жоқ, Ғалымжан негізі андай соперниктерін азайған күтіп жүр. Негізі Назымға қарай біздің 4 жігіт, мен қазір атын атап берейін, Саддәулет видео түсіріп жүр, Шерхан видео түсіргісі келді, түсіре алмай қалды.
кеше Нұрсұлтанның енді Нұрсұлтан енді ол неден шығып кетті. Одан кейін енді осы екі жігіт азайса, нақты сезім білдірем деп отқан сияқты Ғалымжан ше. Бұл жерде Ғалымжанды кінәлай бересіңдер да бәрің. Негізі Назымның да кінәсі бар деп ойлаймын. Бәріне бірдей повод береді да, бәрінің миын улап отыр өзінің сұлулығымен. Одан кейін барлық сұлулығымен бәрінің өзінің миын улап отыр да, сен Назым, сен айту керексің. Жігіттер, біз жобада отырмыз. Әр қайсымыз үміткер күтіп отқаннан кейін контентті жинастырып қояйық, видео түсірмейік деп айту керек та. Бұл бәріне видео түседі, анамен түседі, мынамен түседі. Одан кейін біздің жігіттер енді сұлу қызды көргеннен кейін әрбір жігіт ғашық болып қалады деп ойлаймын. Одан кейін сол үшін сұлулығына мастанып жүр жігіттер, мас болып қалды деп ойлаймын. Сіз де сынып отырсыз ба? Жоқ, менікі мына жақта. Қазір сая сылдыратып жібересің, қой айналайын, мына жақта отыр. Айға естіп қаламын қазір мен. Жоқ, балауса ханым түсінбеймін да, бұл. Назым, успокойся. Орыс. Деп қоясың, орысша сөйлеп жүрмін соңғы кездер. Жоқ, балауса Тиішті қыл, Назым. тек қана видео ғой, бәрімен видео түскеніне ол повод беріп жатырмын деген сөз емес қой. Атак таласатындай қызбын ғой, не болыпты? Сол, енді осы жерден бәріне отказ бер енді, Назым. Сен өзіңнің үміткерін күт. Сендей қызға бір әдемі үміткер келетін сияқты. Мына жерде үштіктің әңгімесіне мен сен қызды қимаймын, шынымды айтайыншы. Жаным, болды. Әдем жауап кетмейді ме артында? Баласа ханым, мен ойлаймын контентте тұрған ештеңке жоқ деп, бірақ Назым айтқан еді маған да, бұл жерде де айтқан, біз екеуміз құрбымыз, Ғалымжан Назымның вкусында емес деп. Вот. Ғалымжан жоқ, балауса ханым. Мүмкін Ғалымжан басқа бір кісіні ойлап Біз переводчик алайықшы негізі. Бұл неге ше, осы ішке бір переводчик алайықшы. Біреу бір-бірін тыңдамайды. Саида, не айттың сен? Вот, до конца договори, пожалуйста. Түсінбедік. Ғалымжан мүмкін басқа бір қызды ойлап жатқан шығар. Мүмкін вообще Назым емес шығар деймін. Саида, тіпті енді түсініп жатырмыз. Білмеймін енді, Ғалымжанның ойында басқа қыз ба әлде деп айтып жатыр енді, білмеймін. Дариға не дейді? Барлығым жарнамадан кейін бірге білеміз, таңсыз қаласыз.